Армысыздар ағайын. Алматы қалалық сотында бүгін 13 қоғам белсендісінің апелляциялық соты қарастырылды. 13 белсенді әр уақытта 2020 жылы жалпы барлығы 405 бап жала арқалап кетіп отыр. 405 бап ол бізде терроризм және экстремизм бабы болып есептеледі. Яғни Қазақстан Республикасының аймағында тыйым салынған ұйымның мүшесі деп 13 белсендіге жала жабылған болатын. 13 белсендінің бесеуі темір тордың арғы бетінде жатыр. Ноян Рахымбеков, Асхат Жексебаев, Қайрат Қылышев, Абай Бегімбеков, Ласбек ағамыз жатыр, Бағдат Бақтыбай ағамыз жатыр, Асқар Қайырбек ағамыз, 405 баппен сотталып темір торда жатқан азаматтар. Қазір міне сот процесі, біз таңертең сағат 9-да келдік. Қазіргі уақыт міне сағат 1-дің кезі ғой. Міне әйнектің артына темір қоршауды қойған, темір решетканы. Одан әйнек есік жабық, оның бер жағында міне полиция қызметкерлерін сотты қорғап жатыр. Заңсыз Қазақстандағы әділетсіз жемқорлыққа, былыққа батқан сот мекемесін қорғап тұрған сақшы деген ауызың бармайды бұларға. Мен қайдан келдім? Қаласы Нұрпейісов осыдан 2019 жылы 405 баптың бірінші тармағымен бұл азаматта жала жабылып қамалған болатындығын. Бұл өзі мұғалім, тарихшы, осы шындық айтқан үшін, ақиқат айтқан үшін, белсенділік жолда жүрген үшін мұғалімдік жұмысынан мәжбүрлі түрде шығарып тастаған болатындығын бұл азаматта. Бауырым, сен кімнен қорғап тұрсың? Кімді қорғап тұрсың? Кімге айтқың келеді? Маған емес. Жоқ, бәрібір тыңдасын, бірақ тоққа бәрібір ертелгеш барады. Жатар алдында інім, қайғайсың да. Кәлимаңды оқыма, бірақ жатар алдында мына халықты ойлашы. Бүгінгі оқиғаны ойла. Сен соның куәгерсің. Сен мен үшін неме? Сен мынау үшін деме? Бірінші әке шешем, менің өсіп келе жатқан ұлым ертең қайда барады? Кімге барады? Қандай білім алады? Сапалы білім бола ма ода? Дәрігер бола ма? Жаным ау, ертең сен ғой емделетін мына дәрігерге. Мен емделем. Мен сен баратын. Ертеңгі пенсияң да сол. Сен кімге сенесің? Сен ана байларға сенесің ба? Сіздер ойлауларыңыз мүмкін. Қора тазалап өстік қой бәріміз. Бәріміз де малдың арасында жүрдік. Бәріміз де отбасы бар. Бәріміз қалаға келіп ел боламыз. Мен де өсем, өнем деп айттық. Әке шешемізге жағдай жасайық дедік. А біз, сендер білесіздер ма, проблеманың бәрі қаяқтан басталды. Проблеманы мен сіздерден көрмеймін. Сіздерге ешбір жазықтарыңыз жоқ. Оған сіздің әке шешеңізде жазығы жоқ. Ол сонау басында 17-ші жылы қазақты қалай деп күңіртіп тастады. Ана қорқып тастады. Одан кейін 33-ші жылдары ашаршылыққа салып, одан кейінгі репрессия бар. Халық әбден аталарымызды қорқытты. Аталарыңды қорқытып, ол өзінің баласына айтты, жап аузыңды. Жап, шықпа, сөйлеме деді. Сөйтіп, ол бала да сөйтіп өсті. Одан кейінгі соғыс басталды. Ол кезде қазақ көкірегін көрсетіп, мен де одан кейінгі кеңес үкіметі кезінде тағы да қорқытты. Одан кейінгі репрессия. Содан бері өскеніміз біздің. Рас жасыратын жоқ, менің атамды айтты, балам аузыңды жап. Менің шешемді айтады, балам аузыңды жап, отыр тыныш. Айтпайды емес айтады. Неге ол айтады? Потому что олардың әке-шешелері солай оларды тәрбиеледі. Бірақ жүрегімізде уже 3 поколение өтіп кетті. Қазір сендер де оянып келе жатыр. Қазір сендер сауатсызсыңдар, әлде қайда ақылдарың бар. Бірақ білем, ертелі-кеш әкесін деп мынаны тастайсың. Сен мысалы қай-қайсыңды айта аласыңдар. Сендер де жұмысты айналайын деп ешкім айтпайды. Шешеңнен дымын қалдырмай боқтайды. Рас қой. Пошел нахуй дейді. Сен сол үшін тудың ба? Сені солай жұмсау үшін, құл қылу үшін туды ма? Үстіңде тұрған. Мен де маған да бастық айтады директорым. Сен андай деп айтпа, мынандай деп айтпа. Балағанда бір дәрігердің анет вакцинасын талдыртуды айт. Амалын жаса дейді. А мен қалай мынаның баласы? Менде де бала өсіп келе жатыр. Мен қалай қиянат жасаймын сенің балаңа? Сенің балаңа қиянатты мен қалай жасаймын? Әкеліп жетектеп дәрігердің алдына салып беру. Өлімнің алдына салып беру. Бауырым, сондықтан сендерге ешқайсымыз өкпеміз жоқ, түсінеміз жұмыстарың. Бірақ жүректерің сезіп келе жатыр. Сендер де сезіп келе жатсың. Ертелі-кеш мына екі қолға бір күрек табылады деп айтады. Сендер далада қалмайсың. Халық деп бір қадам жасаш, халық сені өз қорап алады.
бауырына басып алады, далада қалдырмайды. Шашыңды айт, міне, мен далада қалдым, жігіттер, жұмыссыз қалдым. Семьямды баға алмаймын деп айтшы. Мына жақта қандай белсенді азаматтар бар. Қасына жұмысқа тапса да сен егесе жалақымен арың да намысың да таза болады. Сендер ютубта ашып оқыңдаршы, полиция жайында не айтып жатыр. Құдай-ау, ана жерде сенің әкең мен шешеңді дымын қалдырмай жатыр ғой. Жасыратыны жоқ, оқыңдаршы. Сенің беттерің түспей жатқан шығар, бірақ ертелі-кеш сол сөз неужели сүйектен өтпейді? Сүйектен өтпейді. Намыс деген сөз бар ғой. Бұл енді сіздерге кішкене айтылып жатқан шығар, бірақ басқа да қазақтың қарапайым мына жерде жүрген сендер азаматсыңдар. Біз сіздерге сенеміз, бірақ енді бүгінгі таңда көрсетіңдерші, өсіп келе жатқан қоғам болмаса жігіттер сіздерге полицияға сенеді деген. Амалсыздан ғой. Амалсыздан атақ. Қорқатын жағдай келді. Қорққан емес, қорқудан да қалдық. Біз сіздерден қорқудан қалдық. Мына балада боқтай кетіп бара жатсаң. Мен мысалы ауламда көрем. Участковыйлар ана жүреді, молодец жұмыс істейді, потом мен өзім түртіп беремін де айта беремін, бірақ енді жастарды тыңдаған кезде не болса соны айтады. Ау, сен де біреудің ағасысың ғой, рас қой, біреудің несісің, інісісің. Видеоны топтарға, группаларға бөлісіп отырыңыздар. Қазір сот шешімі шығатын уақытқа келіп қалды. 13 адамның ісі қарастырылды, адвокаттар сөйледі. Енді шешім шығып отыр. Сабырмен, шыдаммен қара. Сен не қылма дейді. Халыққа қиянат жасама дейді ең алдымен. Халыққа қиянат жасама дейді. Міне, мынау Алланың бір аты. Мыналардың барлығы жай ішінен келген жоқ. Бәрінде де жұмыс бар, бәрінде де отбасы бар. Түсінесіздер? Барлығымызда, бірақ біріміз үшін дейді. Біріміз үшін. Ана жақтағы жігіттер менің әкем үшін барған жоқ, менің балам үшін барған жоқ. Мына елдің жағдайын көріп тұр. Сенің жерің кетіп жатыр. Сенің жерің ашық кетіп жатыр. Оны сен өзің оқып та көріп те отырсыңдар. Жарас қой, бауырау. Егер дұрыс емес жерім болса, айшы, мінекей сіздікі дұрыс емес деп. Дұрыс. Мынандай сөз бар да, бір-бірімізбен пікір таласпай қойып. Айтады, қараңыздар. Мына дәрігердің алдында тісіңіз ауырып барса айтасыз, мен мына жерім ауырып тұр дейсіз. Дәрігер емдеп жағдайын жасайды. Бірдеңе құбырыңыз бұзылып қалса барып, ана сантехник шақырасыз, құбырыңызды істеп береді. Сіздерден келіп сұраймыз. Айтамыз, сен полицейсің ғой, айшы маған, экстремизм деген кім? Революция деген не? Митинг дегеніміз не деп айтсақ, бірін-бірінен айыра алмаймыз ғой. Келесінде экстремист. Айналайын, экстремист айнып беріңдерші бізге. Міне білдей подполковник кім бар? Анышты. Старший лейтенантымыз екен, е? Капитан бар ма? Нені ал жарайды кел. Құқық қорғау дейміз. Ата-заңымызда қанша заң деп жай сұрай салсақ, онда айта алмаймыз. Мы не моих компетенциях не саламыз. Түсінесіздер ме? Вот қаяқтан басталады проблема. Сондықтан білмей тұрып, мен егер дым білмей келіп айтатын болсам, ағайын, Ленин акасы қазақтың бірінші президент десе солай болып кетеді ғой. Дәл солай сіздердің соларыңызға құйып жіберді. Бауырлар, бет бұрайық. Өздеріңіздің де сонау намаз ана неге барғанда алақандарын жайып Алладан сұрайсың ғой сен. Құдайдан үміттерің бар ғой. Сол кезде алақаныңды жайып Алла деген кезде кішкене мына елге мен қиянат жасап жатырмын. Алла маған жолыңды көрсетші десең ол да береді. Ол да саған жолын айтады. Просто біз мына жүректі кішкене жібітейік, ел екенімізді білейік. Мен артық айтатын ештеңкем жоқ. Бауыржан, мына жердегі жиналған қоғам, үлкенде, жасында, кәрісінде бұлар сенің ағаң да, әкең де, бауырың. Ертең жай гражданкамен кетіп бара жатып, біреу түртіп жіберсінші, мына кісілер шырылдап келеді. Не болды деп? Ол сенен сұрамайды, сен полициямен едің, кім едің деп. Түсінесіздер ме? Сондықтан бірімізге біріміз жақын екенімізді, бірімізге біріміз бауыр екенімізді ұмытпайық. Қанша жерден мықты беделді, мына не әлгі алақанда алтын тұрса да, мына мен тең екенімді, халықтан беделім жоғары екен деп ойламаңдар. Ол енді мен сіздердің еріңізге айтып отқан кішкене жүректеріңізге барсын, түсінсін. Бауыр екенімізді, халық екенімізді, бірақ қазақтың қамын ойлайтын тек сендер біз. Шешім шықты ма? Без изменения. Барлығында ма? Міне Аники. Позор. Енді осының өзі де ауыр емес па? Міне без изменения. Сөйлеп тұрған Дархан деген азамат. Позор! Позор! Ұят шешім. 13 белсенді де өздерінің істерін ешқандай жасырын жасамаған. Барлығы ашық түрде әлеуметтік желіні пайдаланып, өзінің құқығын пайдалана отырып, заңды, ата заңды пайдалана отырып, бүкіл шешімін жасады. Присягу давали служить. Ешқандай зиян ақпарат таратқан жоқ, ешқандай қылмысқа үгіттеген жоқ, ешқандай төңкеріске үгіттеген жоқ белсенділер. Собственной присяги. Бәке, өзіңіз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін. Елге байлап тәуекелдің белдігін. Белсенділер ақиқатты айтпаса, ойлаушы еді сенен басқа елдігін. Өткізсе де өз өмірін черменен. Белсенділер ел үшін терлеген.
Қазағым деп белін буған ерлерді құзғын билік босатыңдар түрмеден. Елбасы қолын байлаған, президентін жалған сайлаған, үкіметті мәңгүрттер өзге тілде сайраған, тек байуын ойлаған, жер анасын сатса да құлқындары тоймаған, халық кедей билік бай, ұры менен жемқор жайлаған, елім деген ерлерді түрмелерге торлаған, қос тіл менен қос билік ешбір елде болмаған, осылай жүріп қор болам, қазағым қайтып ел болар. Bir айтарым бар менің, аузыңды жап үндеме, ұйықтама мәңгі күндеді, батыр қазақ қорықпай-ақ, шығыңдаршы түндеді. Патша жасап патшайым, ойламайтын жат жайын, айып бұлмен шешеме, міне басым қақтайын. Қорқытумен келеді, үнсіздікті дәріптеп, қайда батыр кешегі, айтатын зарын әріптеп. Бостандықтан не пайда, бұқпен жапса аузыңды, азаттықтан не пайда, төзім бітті таусылды. Қорықпаймын өлімнен, айырылмаймын төрімнен, жерім үшін қаншама бабам қаны төгілген. Керек емес патшасы, өз халқына бойламас, керек емес елбасы, өз халқына бойламас. Исатайша айтайын, Махамбеттей байқайын, естеймісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын. Қорықпаймын биліктен, белсендіге киліккен, елін жерін қорғайтын көрінеді биіктен. Шығып жатыр сүрелең, назды жүрек күйіктен, оянайық қазақтар, күресейік билікпен. Аман бол, батыр. Бауыржан деген жігіт шығысқа. Вот смотрите, мужики, берите пример. Вот Бауки, подожди, одну минуту. Герой страны. Вот ничего нету, показателей нету, джипа нету. Зато идет. За что идет? За родину идет. Честь. Вот это есть благоуважение. А вы на джипах, бизнесмены Казахстана, передовые мужики. Здесь самые черные люди пришли. А где вы, передовые мужики нашей страны? Вы что, вата? Вопрос вам. Кого вы воспитаете, будучи сами ватные выросли? После кого сами оставьте? За страну выходите, за родину выходите. Позор уже. Позор в натуре молчать. Оян қазақ, оятуға тырсам, масқара ғой, қазақ бола жығылсаң, дақ келтірме қазақ деген есімге, менің айтқан сөздерімді ұғынсаң, қайда қалдың қарақтай қаптағанда жұмылсаң, орнынан тұр көзіңді аш, сәлде болса ұғынсаң, елдігің мен ерлігіңе сын болар, қазақ бола тізебіге жығылсаң. Халқым мынау көзін көрмей барады, шенеуліктер Бұхараны тонады, тәуелсіздік мына қазақ елімді, коррупция деген әдет басып барады. Қу Қытайдың таусылмады кеселі, қайда жүрсе еселенер есебі, сол құрғырлар қалталарын қампайтып, біздің елге келіп жатыр деседі. Елімізге келгеннен соң қызымызға көз салып, құрғыр ақша көп нәрсені шешеді. Байлығына қыздарымыз қызықса, бізге дұшпан жиын саны өседі. Елімізде қарақтай қаптаса, еркіндіктің алауыты өшеді. Ояныңдар жігіттер қазақтың, оянбасақ ұлт тамырын кеседі. Өзге ұлтқа қызым бермеген, саралмаздай ағаларым кешегі, қолдан келсе қояйықшы тосқауыл, енді бізге жетпегені осы еді. Ата-бабам қорғап қалған кең далам, Қытайлардың емес шығар төсегі. Я бауырларым, оянай, орнымыздан тұрайық, жерімізде қаншама қарақтайлар қаптап жатыр қазақ елі. Іштен шыққан жау жаман, біздің жаудың бәріне жоғары жақта отыр. Bir қарым майды бір құмалақ шетет, балық басынан чирейді. Осының үстіне қазақ елі. Бұл жүйені өзгерген кезде ғана Қазақстанда өзгеріс болады. Ментар, ұят бар ма сендерде? Неге қорған болмайсыңдар елдерге? Бұл қазақтан не жамандық көрдіңдер? Қойсаңдар, теспеңдер. Халыққа, ментар, жетер енді тоқтаңдар. Халық байғұс жасап жүр ғой жоқтан бар. Бейбақ елді қинай бермей оданда, жемқорлар мен сатқындар соттаңдар. Собырлар, жүректерің тас болар. Еріккеннен жүрген жоқ қой басқалар. Белсенділер сендер ұрып соқсаңдар, бұл қазаққа не істемейді басқалар. Бауырларым, ояныңдар. Сендер де халықтан шыққан қазақтың жігіттерсіңдер. Ояныңдар, намысты болыңдар, мінезді болыңдар. Бұлай бір күнмен өмір сүрме. Ертең күндерінде ойлаңдар, болашақтарың, ертеңдерің, сендерің болашақтарың, бала-шағаларың. Ұлым құл болмасын, қызым күн болмасын десе, халықпен бірге болып қолдандар, халықпен бірге қосылыңдар. Айтан көп жаса. Қазақтың батыры мен ақыны. Оқап, әтей дайындап қойдым. Дауыс осы ма? Бар осы. Оқап қой, оқап ата.
Телефон арқылы естілмейтін болады, одан эфирден естілмейді ол. Короче, қашан болады менікі, қашан болады қазақ. Аштадау миыңды сол немелер бақырып. Былай ара бергенде ештеңе шықпай, ашуымызды басар, сабырға келейік. Қатарды арттырайық. Армысыздар ағайын. Жалпы таңертең сағат 9-дан бері осы жерде жүрміз. Сот 9:30-ға белгіленген. Енді 13 белсеннің ісі қаралып, міне қазір сағат қанша болды? 2:00-да аяқталып отыр. Жалпы соттың себебін білесіздер. Жала екенін анық біліп отырсыздар. Саяси астарланған сот процесі ғой барлығы. Нәтижесі міне сот шешімі еш өзгеріссіз қалдырды. Яғни бұрынғы бірінші сот күші өз қалпында қалды. Енді барлық біз бұнда көп болып келуіміз керек еді. Әрі кетсе 50-60-тай ғана адам жиналды, өкінішке орай. Әлеуметтік желіде батыр болып отырған, үзеңгілес болып қатар жүрген азаматтардың өздері келмегені енді білмеймін енді. Сын ол. Алматыда тұрып келмей қалған белсенділердің өздері де бар осы жерде. Білмеймін, халықтың көз жасы міне жылап отыр әпкелеріміз. Барлығы білеміз ғой, мынау бүгін жеңіліс біздікі. Азаматтық қоғам жеңілді. Көп болу керек еді, 1000 болуымыз керек еді. Барлықтарыңызға айтарым, ауызбіршілікте болайықшы. Алауыздықты тоқтатайық. Міне қазір біздің аз жиналғанымыздың кесірі де алауыздық. Қазір міне сот процесі бітті. Осы сотқа келген адамдарды сынайтын, жала жабатын адамдардың барлығы мен үшін Назарбаевтың бөліп алды, билей бер саясатын жүргізіп отқан адамдар. Оған ермеңіздер. Іс, артымызда қалатын іс. Аз болмайық, көп болайық. Осындай сот процестеріне келіңіздерші, митингке жарайды, келмедіңіз, қамайды, қудалайды дейсіздер. Сот деген ол ашық дүние ғой, қолдау, жанашырлық білдіру. Осы сот процесіне көп болып келу керек еді. Енді жоғарғы сотқа адвокаттар шешеді, арыз шағым түсірер. Сол жоғарғы сот сол уақытта ол бәлкім жоғарғы сот бәлкім онлайн болса, ол кез келген қалада болуы мүмкін. Ол уақытта егер офлайн болатын болса, Астанада болатын шығар жоғарғы сот. Өтініш қамауда жатқан азаматтарды сот процестеріне келіп қолдайық. Және де қамауда жатқан азаматтар білеміз, көбісі пәтер жалдап тұрып отыр. Мына Бағдат ағамыздың отбасы осы Алматыда пәтер жалдап. Кім? Асқат Тексебаевтың отбасы Талдықорғанда, Ұласбек ағам барлығы мәз емес белсенділердің жағдайы. Енді асыраушылар енді қамауда жатыр, 5 азамат. Алматының өзінде өзі 6 азаматымыз жатыр. Ел болып, артындағы жарларын, балаларын аш қалдырмайық, тоңдыртпайық. Әлеуметтік жерлерде шоттар жарияланып жатыр ғой. 200 теңгеден, 500 теңгеден, 1000 теңгеден болсын қолдаңыздаршы. Азаматтарымыз 1,5 жыл, 3 жылға қамалып кетіп отыр. Жоқтатпайық, тым болмаса. Бәлкім арттарыңыз шыдамайтын шығар, ұрықтарыңыз жетпейтін шығар, намыстарыңыз мазаламайтын шығар осындай жерлерге келуге. Бірақ малдарыңызды садаға қыла алатын шығарсыздар. 500 теңге болсын, 1000 теңге болсын. Осы белсенділерге қолдау білдіртіңіздер қамауда жатқан. Есеп шоттары жарияланатын болады. Сол өкінішті. Қазір көпшілікті көрсетейін. Мені сот, мені мазақ. Сот процесіне кіргізбек түгілі әйнектің артынан темірмен қоршап тастаған, оның бер жағына міне көкөсектерді қойып қойған. Олардың міне мұнда 2 көлік ОМОНның көліктері жолдың арғы беттерінде міне. Қоршаған полиция. Білмеймін.
жемқор ұрыларды ғана қорғап отыр оңбағандар. Бірақ барлығы өзімізге байланысты. Түптеп келген кезде халық, белсенділер біздің өзімізге де байланысты. Қатар көбею керек еді. Мына осы эфирдің өзінде бір 10 шақты кем дегенде бір 100 адамнан артық адам отыр ғой, соның 10 шақтысының өзі бұл Алматының шығар. Келу керек еді осы жерге. Сол эфирді аяқтайын енді ағайын, иә? Халық саны міне. Қазір бір 40-50-дей ғана адам қалды, өйткені 4 сағат, 5 сағат тұрып, аяқтар жаурап қайтты. Басқа шаруалары бар, сөйтіп біраз белсенділер қайтып кетті. Міне нараға тағы да сол әдет бойынша өтірік бір жөнді жұмысын жасай қалды міне. Кептеліс пайда болды осы көшеде. Міне Қазыбек би көшесінде. Сол аман болыңыздар, бұл Фейсбуктағы эфир ғой. Бұйыртса бұны YouTube арнасына да бөлісетін болам. Бесжан лайв. Тіркеліңіздер, таратыңыздар. Кешкісін жалпы мен осы белсенділерге айтарым бар. Ынтымақ болсын, кешкісін YouTube арнасынан тікелей эфирге шығармын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Қатарымыз көбейсін.